Сәлем достар, бүгін біз үйде банка жауып жатырмыз. Алдымен қызанақтардың барлығын жуып алдық, содан кейін екі табаққа бөлдік, біреуін езуге, ал екіншісін банканың ішіне салуға. Одан бөлек қажетті заттардың барлығын, яғни қияр, болгарский, чеснок, укроп барлығын жуып тазалап алдық. Содан кейін қазанға су қойдық, яғни қайнап тұрған суды дайын банкаларымызға құйып 20 минут тұндырып аламыз. Енді мына жақта біз қызанақтарды турап, езуге дайындап жатырмыз. Біз қызанақтарды турап езіп жатқанда, анашым осылай қызанақтарды және қиярды банканың ішіне реттеп, кезек-кезегімен салып, банкаларды дайындап шықты. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан қызықты контенттер, одан бөлек тамақтардың, түрлі десерттердің рецептін таба аласыздар. Барлық банкаларды дәл осылай дайындап шықты. Енді банканың крышкаларын алдын ала ыстық суға қайнатып аламыз. Мінекей, енді біз дайын болған туралған қызанақтарымызды үстіне тұз салып, дәл осылай қолмен барлығын езіп шықтық. Қызанақтарды езіп болғаннан кейін суын қайнатып, дәл осылай дайын банкаларымызға толтырып құйып шықтық. Содан кейін анашым барлық банканы банка жапқышпен жауып шықты. Таңертең бастадық, сонымен кешкі 6-7-де 50 банканы жауып аяқтадық.